29 сабақ. Қазақстанның әлемдік аренадағы рөлі. Сен Қазақстанның әлемдік аренадағы рөлі туралы білесің. Еліміздің бейбітшілік символын құрастыруды үйренесің. Тірек сөздер: сыртқы саясат, басымдылық, ядролық қару. Глобустан Қазақстанның Еуразия құрлығындағы орнын анықта. Еліміз географиялық жағынан өте қолайлы жерде орналасқан. Қазақстанның орналасу жағдайының артықшылығы неде деп ойлайсың? Қазақстан Еуразия құрлығының ортасында орналасқан. Маңызды автомобиль жолдары мен темір жолдар, әуе желілері біздің еліміз арқылы өтеді. Кез келген мемлекеттің сыртқы жағдайы оның географиялық орнына байланысты қалыптасады. Әр мемлекет жағдайына қарай көрші елдермен байланыстар орнатады. Азия елдерінің саяси картасына қарап, Қазақстанның қандай мемлекеттермен шектесетінін анықта. Сызбаға қараңдар. Қазақстанның сыртқы саясаттағы басымдығы шеңберінде әлемдегі елдер белгіленген. Қазақстан ең алдымен қай елмен қарым-қатынас орнатты? Себебін түсіндіріңдер. Өз пікіріңді дәлелдеу үшін әлемнің саяси картасын пайдалан. Қазақстанның сыртқы саясаттағы басымдығы. Қазақстан: 1. Ресей, 2. Өзбекстан, Қырғызстан және басқа ТМД елдері, 3. Қытай, Түркия, Үндістан, Азия елдері, 4. ақш және Еуропа елдері, Германия, Франция, Ұлыбритания және т.б. Қазақстан Ресеймен тығыз экономикалық және мәдени байланыстар орнатқан. Екі елдің мемлекеттік шекарасы да тым ауқымды, 7,5 мың шақырымнан асады. 1991 жылы КСРО ыдырағаннан кейін тәуелсіз мемлекеттер достастығы құрылды. Қазақстанның оңтүстіктегі жақын көршілері Өзбекстан, Қырғызстан, Түркменстан мен сондай-ақ ТМД-ның басқа да елдерімен достық, іскерлік қарым-қатынастары артып келеді. Қытай елінің Қазақстанмен арадағы сауда байланысы Ресейден кейінгі екінші орында. Қазақстан ақш, Франция, Германия сияқты әлемдегі жетекші елдермен де жан-жақты байланыста. Теледидардан берілген соңғы жаңалықтардан еліміздің өзге мемлекеттермен арасындағы достық байланыстары туралы не білдің? Мысалдар келтір. Қазақстанның әлемдік аренадағы рөлі жылдан жылға артып келеді. Еліміз 70-ке жуық халықаралық ұйымның белсенді мүшесі. 1992 жылғы 2 наурыздан бастап Қазақстан Біріккен ұлттар ұйымына қабылданған. Біріккен ұлттар ұйымының құрамында 193 ел бар. Еліміздің ядролық қарусыз өмірге деген ұмтылысын бүкіл әлем жоғары бағалады. 1991 жылы 29 тамызда Қазақстанның тұңғыш президенті Назарбаев бейбітшілік 21 ғасыр манифесін жариялады. Осы манифесінде ядролық қарудан бас тартуға шақырды. Елбасы Назарбаевтың бастамасы бойынша 29 тамыз халықаралық ядролық сынақтарға қарсы іс-қимыл күні деп жарияланды. Қазақстанда Экспо 2017 көрмесін өткізу еліміздің әлемдік аренадағы беделін арттырды. Көрменің болашақ энергиясы тақырыбы желдің, күннің, су мен ғарыштың қуатын пайдалану мәселесіне қатысты. Көрмеге әлемнің 100-ге тарта мемлекеті мен 10-нан аса халықаралық ұйымы қатысты. Сен Экспо 2017 көрмесіне бардың ба? Көрмеден алған әсеріңді сыныптастарыңа айтып бер. Жұппен жұмыс істей отырып, Қазақстанның әлемдік аренадағы рөлінің арта бастағанына мысал келтіріңдер. Менің Қазақстаным әлемдік аренада кластерін құрастырыңдар. Еліміздің бейбітшілік саясатын сипаттайтын символ құрастырыңдар.